Ел көп дейді. Нартайдың жүзін көруге адамдар ол кезде телевизор жоқ. Сонда ынтық топты жұрттың бәрі. Алдына кіре алмайды. Сонда бір кісі Нартайдың қар үйдің артына барып Нартайдың естіртіп тұрып айтып дейді ғой. Осы сендер Нартай деп айтасыңдар, Нартайлардың жергілікті ақыннан кем айтады деп тұр, кетіп қалсын. Енді азулы ақын елге белгілі адам орнынан қарқып, егер мықты ақын болатын болса алдым алып келіңдер деп. Сонда жаңағы алдына мен шығам деп отқан ақындардың көпшілігінің мысы басылып, сонда қайтмаса атамызды кіргізді дейді. Сонда енді термесін айтып бастайын деп жатса, ақын болсаң жігіт қандай болу керек? Соны айтып берді дейді. Сонда айтқан сөздерген дейді. Жақсы бол, жігіт болсаң ел көрген дейді атады. Жақсы бол, жігіт болсаң ел көргендей досына қас қылғанда дем бергендей. Пайдаңды жақсы болсаң теңіз көпке, сүйгінға қапастағы дем бергендей. Мінезге тастана бір ұғымды бол, айта бір жігітпін деп ермеңдеме. Керексіз сөз сөйлеме қоңыраулай, шығарма өз атыңды қоңыраудай. Біреуге пайдаң үшін жалпақтама, бәйгеден өзің шоң отып алма. Шарсып жүйріктермен шаман келмей, шайлар жүр борбайыңдау соғып алма. Онамды сөйлеу керек дастан менен, қатерден кім құтылады қашқан менен. Төменгі дәрежеңді басып сөйле, болса да бағың бірдей аспан менен. Жақсының жақсылығы жерде қалмас, қос қолдап екі иықтап басқан менен. Жақсыға айтқан сөзің жарасады, қорғыды ер жігітпен нақай. Ой бір жатқандайым, ой егілайым, қанау қайдағы Gereksiz. Ben tekrar gelmedim.